Өте дәмді әрі жұмсақ венский вафли қалай жасалынады? Достар, бұл рецепті айтпас бұрын лайк басып еңбегімді бағалай кетіңіздер. Бізге керегі 120 грамм үй температурасындағы сары май, 3 жұмыртқа, 150 грамм қант, 250 мг сүт, 210 грамм ұн, разрыхлитель сода керек болады. Ең алдымен жұмыртқа мен қантымызды ыдысымызға салып, қант ергенше араластырып аламыз. Үстіне сары майымызды қосып араластырып аламыз. Бөлек ыдысқа електен өткізілген ұнды салып, үстіне 1 шай қасық разрыхлитель және де жарты шай қасық сода салып араластырып аламыз. Ұнымызды аз-аздан салып араластырып аламыз. Бізде осындай масса пайда болады, оның үстіне сүт қойып араластырып аламыз. Вафельницамызға 1 қасық салып пісіріп аламыз. Венский вафлиіміз 1 минутта осылай қызарып әдемі болып шыға келеді. Дәл осы рецептпен менде 16 вафли шықты. Достар, басқа да дәмді рецептерді жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп қоңырауды басып қойыңыз. Алдағы уақытта қандай рецептпен бөліскенімді қалайсыздар? Комментарийға жаза кетіңіз. Ас болсын, лайк басуды ұмытпаңыз.